Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді блинчиктердің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен қантты салып, екеуін бір-біріне біріккенше араластырамыз. Керек заттарды мөлшерімен описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден көре аласыздар. Және де осы рецепт бойынша барлығын өлшеп жасайтын болсаңыздар, онда сіздерде міндетті түрде мінсіз болып шығады. Осы қоспамыздың үстінен сүтімізді, сұйық майымызды құямыз. Сүтіміз жылы болу керек және шай қасық ас содасын салып, барлығын біріккенше араластырамыз. Енді қоспамызға шетінен ұн сала отырып араластырып отырамыз. Ұнымыз міндетті түрде иленгіштен өтілген болу керек. Сонда блинчигіміз өте күшті болып шығады. Енді осы қоспамыздың үстіне ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Жақсылап араластырып жібереміз және қызып тұрған табамызға видеода көрсетілгендей етіп құйып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Ең алғашқы блинчигімізді пісірердің алдында табамызға май жағып жібереміз, қалғандарын пісірген кезде қажет емес. Міне біздің блинчиктеріміз дайын. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Рахмет.